Ауыз ашар уақыт болды. Бірақ ауыз ашар алдындағы дұғаны оқымай, байқамай, су ішіп қойды. Ештеңе қылмай ма? Ештеңе қылмайды. Ауыз дұғамен ашылмайды ғой. Ауыз просто дұға не үшін оқимыз? Дұға сол жерде қабыл болады. Өтіп тұрады, вопростар шешіп алу керек. Ең реальный патшалардың патшасының қабылдауында тұрсың. Өзің ойлашы, Алла сені бұйырды, кешке дейін 12 сағат ораза ұста деді. Сен соның әмірін орындап тұрсың да, алдыңа стакан қойып, Құдайым деп бүкіл вопростар шешу керек. Өйткені Алланың әмірін орындап келіп тұрсың. Сен Алланың құзырына, Алла, мына оразаны мен сен үшін ұстадым. Вообще ұстамайды деймін негізі. Негізі, Алла, сен үшін ұстадым. Енді менде мынандай проблема бар. Бірінші, мені о дүниеде кешір. Мен адаммын, мен пендемін. Менде вагон қателігім бар. Менің вагон күнәм бар. Мен ешкім білмейтін күнәларым бар. Құдай, сен білесің соны. Соны кешірші, абыройымды ашпа. Содан кейін бала шағам бар. Құдайым, өзің бердің ғой балаларды. Деп кәдімгі мен саған қазір айтып тура сөйлейді. Алла, сен маған осынша бала бердің. Осы ана балам мынандай болсын, мынандай болсын. Ең негізгі жүректеріне иман сал. Соларға ақыл, даналық бер, Құдайым. Содан кейін олардан тарайтын ұрпақты бер. Содан бәрін сұра. Өкімет, президент, министр, соседтер, бәрін сұра. Тоқалың болса, тоқалыңды сұра. Бәрін сұра. Ешкімді қалдырма. Сөйтіп дұға қабыл болатын кез. Бір тендер керек болып тұрады. Сол тендер шешемей жатырмын. Құдайым, тендер шешіп бер. Бәрін айт. Айтатын уақыт сол. Сол айтпайды ғой не болады. Ештеңе қылмайды, ауыз ашылып бере береді, болды, іше бересің тамағыңды. Просто ана сәтті золотой уақыт бір ең бір ләззат уақыт сол. Өмірімді ұзын қыл деп сұра. Не үшін? Құлшылығыңды көп жасайын, тәубе жасап үлгеріп қалайын деген мәселе. Солардың бәрін Аллаға айтып шешіп ал. Шешетін кез сол. Кейін ондай шанс бола бермейді. Міне ертең 5-6 күннен кейін ораза бітеді, болсын. Енді ол кезде де Құдай несі жабылмайды, рахымдық есігі. Бірақ шанс ауырлайды. Шанс ауырлайды да. Оны ол кезде точно ұстай алмайсың. Қай уақытта екенші? Мынада точно белгілі, что ауыз ашардың алдында дұға реально қабыл болады. Сол үшін бүкіл жағдайды қойып қой, ешкіммен сөйлеспе. Қалайсың, көйлегің жақсы киіп келіпсің ғой. Өткенде сары көйлекпен келіп едің, мына байғұстар да бір мебель алыпты деп іздеме оны. Не қыласың, ол біреудің үйін, біреудің жағдайын қарама. Жақсы нәрсеге дұға қыл. Сол дұға қылатын сәт сол. Бізші отырып алып ғайбат айтып, өсек айтып, бір нәрсе айтып, үйін сынап, біреудің дүниесін сынап, вообще шаруаң болмасын. Қонаққа барғанда да бір сәт болып тұр, шанс болып тұр сенде. Өзің ойлашы, мысалы президент деп айтайыншы, мен Қазақстан президент сені қабылдаса, сен отырып алып мебелін қарап отырасың ба? Вопростар шешіп алайын, күнде келіп жатқан жоқ па дейсің ғой. Шешем деп тұрса өзі. Енді өзің ойлап, патшалардың патшасының мәселесін не тұрсың сен? Патшалардың патшасы Алла тағаланың әмірін, сіз өзі оразаны сынамай жүрсіңдер ғой деймін, өзі қандай нәрсе екен. Ораза Алланың фәиннәху ли, ораза менікі дейді Аллах Тағала. Прямой, менікі дейді. Фәиннәху ли, ва ана әжзи бихи, оның сауабын өзім беремін. Сонда Алланыкін орын, или сенің күмәнің бар ма? Жоқ, күмәндан ба? Сен Алланыкін орындап тұрсың. Енді ва әжзи бихи, сауабын мен беремін дейді. То есть мен қабылдаймын. Енді сол кезде акт прием передачаның алдында тұрсың сен. Қазір қабылдайын деп тұр да, сен сөйле тұрып, айтпайсың ба? Тікелей тұрсың алдында. Алла, менің мынандай проблемам бар, срочно шешші осыны. Күйеуге шығу керек болып тұр, биылдан қалмайды. Ұнамай жатыр маған. Мынандай болып жатыр, соның жүрегін маған бұрып бер, Алла, соның маған тілегін бер, деп прямой сұрай бер. Алла Тағала беріп тұрған нәрсеге несін оны қиналасың. Сол да.